Былтырғы оразадан қарыздарым бар. Биыл ораза ұстай берсем бола ма? Осы сұрақ интернетте ең көп кездесетін сұрақтар. Бірінші айтар едім, әлбетте ұстау керек. Былтырғы оразада қарызым бар екен деп, бір күн қарызым бар екен деп, биылғы 30 күн, Алланың мейірімінен құр қаламыз ба? Жоқ. Сол себепті біздің ғалымдарымыз не деді? Былтырғы оразадан қарыз қалып кеткен бір күніңіз болса, немесе бірнеше күніңіз болса, оны әйтеуір бір өміріңіздің бір кезеңінде өтесеңіз болды. Бірақ ерте өтегеніңіз өзіңізге жақсы. Өйткені сіз қай уақытта дүниеден өтіп кететініңізді білмейсіз. Бірақ былтырғы оразадан қарызым бола тұра, биылғы оразаны ұстай берсем бола ма? Иә, болады, дейді біздің ғалымдарымыз. Сол себепті бір күніңізге бола, немесе бірнеше күніңізге бола, тағы да 30 күн ораза ұстамай, оны да қарыз қылып алмаңыз. Сосын келесі оразаға дейін оны да ұстамай, тағы да қосылып өмір бақи ораза ұстамай кетпеңіз, Құдай сақтасын. Бисмилля, биылғы оразаны бірге тұтайық. Өйткені хадисте осылай келеді, хенсер деп келеді. Мынау хенсер, мынау бенсер, усто, сабаба, аль-ибхам дейді. Мынау хенсер, осыған мизинецқа. Именно осыған, нағыз сүннет осыған. Ғалымдарымыз не дейді? Ғалымдарымыз мынау екі саусаққа рұқсат еткен дейді. Хенсер, бенсер. Мынау екі саусаққа жүзік тағуды рұқсат еткен дейді. Ал имам Муслимда келетін ашық хадис бар, мына екі саусаққа тағуға болмайды дейді. Наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, міне мынау осыған саббабал усто, осы екі саусаққа жүзік тағуға болмайды ер адам үшін да. Және де ең дұрысы бір саусақта бір-ақ жүзігің болған, бір қолда бір жүзігің болған дұрыс. Екі саусаққа рұқсат екен деп екеуіне төрт-төртеуден таға болмайды. Біреу болғаны дұрыс дейді. Ал әйел кісіге дейді ғалымдарымыз 5 саусаққа 5-еу тағып алса да рұқсат дейді. Өйткені оларға сәнденуге, яғни күйеу үшін сәнденуге оларға рұқсат 5 саусаққа 5-еу тағып алса да рұқсат дейді. А бізге біреу. Бізге сол жетеді. Сіз қарап жүрген, немесе сөйлесейін деп жүрген қыздың әдемілігіне алданып жүрсіз бе? Қазіргі таңда оны әдемілік деп айту қиын ғой, қазір өтірік әдемілік қой. Соған біраз жігіттер алданып қалып жатады. Негізінде қандай сен қызға қарап жүрсің? Соған мән беру керек. Қай жерден тәрбие алды? Оның тәрбиесі қаншалықты дұрыс? Осы нәрсеге мән беріңіз. Иманды ма ол? Пайғамбарымыз айтты ғой, 4 нәрсеге қарап үйленеді деді. Әдемілігіне қарап, тегіне қарап, байлығына қарап, сосын не? Иманына қарап. Осы имандылығын таңдасан, сен ұтқандардың қатарында боласың деді пайғамбарымыз. Алейхиссалату вассалам. Бірақ әлбетте, осы 4 сипатты бірден де ие бола алатын қыз балалар бар. Олар сирек шығар бірақ бар ондайлар. Бірақ енді сен болашақ сенің қызыңа тәрбие беретін адамды таңдап жатсың. Сен өте қатты не болу керексің? Бұл нәрседе тиянақты болу керексің. Кім шынайы мұсылман? Шынайы мұсылман деген кім деген сұраққа Алла өзі жауап беріп тұр. Құранда. Қараңыз. Иннамал муъминун дейді. Иннамал муъминун аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум. Шынында да мұсылман деген адам Алланың аты аталған кезде жүрегі елжірей бастайды дейді. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Құранның аяты оқылған кезде дейді, имандары арта бастайды. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Сөйтіп Раббаларына тәуекел ете бастайды. Және де ары қарай не дейді? Олар дейді, әрдайым намаздарын оқып, yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Намаздарын оқиды дейді. Және де Алла берген дүниеден садақасын беріп тұрады. Алла осыдан не дейді? Улаика хумул муъминуна хаққа дейді. Міне осылар шынайы мұсылмандар дейді. Алланың өзі не десті? Куәлік етті дейді. Міне осылар шынайы мұсылмандар. Алланы еске алған кезде жүректер елжірей бастайды. Міне альхамдулилля. Алланы еске алып жатқан кезде альхамдулилля күшті әсерде болып отырмыз. Сол үшін ғалымдарымыз не деді? Егер де сені анаң тастап кетсе деді,
сен қандай халде болар едің? Анаң сенен отказ берді. Сен мен балам емес. Болды бара. Сені тастап кете салды. Өте ауыр халде. Бірақ сені Алла Тағала тастаса не болады сен? Қай жерге барып пана тілейсің? Қай жерге барып тығыласың сен? Бар ма сондай жер? Тығылынып, жасырынып қалатын жер. Кімнен жәрдем сұрайсың? Сол үшін Алла тастамасын. Иманнан айырылмау керек, құнды нәрсе ол. Ол үйде жатқанына жата бергеннен көбейе бермейді ол. Міне осындай нәрселер ғой бізге, осындай отырыстар ғой керегі бізге. Келіп тыңдап кете берші, өзің өзгере бересің. Ертең қиямет бар, есеп, қисап бар. Сен өзіңнің кім екеніңді ұмытпа. Сол себепті адам баласы қашан өлім жайында ұмытпаса, бұл өлім деген адамның өміріне керісінше мән бере тұрған нәрсе да. Не үшін өмір сүріп жатқанын біледі. Ал былай қарап отырсаңыздар, дінсіздер не дейді? Бір-ақ рет өмір сүреміз ғой дейді да, қалаған нәрсені істей береді. Ал өлім ол біздің өмірімізге мән береді, және де біз не үшін өмір сүріп білеміз. Біз керісінше айтамыз, біз бір-ақ рет өмір сүреміз, сол себепті қанеки өлім сәтіміз таянып қалды, жақсы амалдарды көбірек жасайық деп айтамыз да. Осы мен сіздерге оқиғаны айтып беріп едім ғой. Алматыда бір ұстазымыз бар еді. 2005 жылы мынандай бір оқиға болған Алматыда. Шетінде бір медресе орналасқан, сол кезде бір бай бір кісі, ақшасы бар, кәдімгідей қомақты сол медресеге әрдайым көмектесіп жүреді екен да. Келеді, ақша береді, көмектеседі. Сөйтіп бір күні мана кісі дейді, медреседе сабақ беріп жүрген ұстаз айтады, анау қабағына қар жауып, жүзінен өң қашып, нұр кетіп, еңсесі түсіп кеткен күйде келіп тұр дейді. Не болған сізге? Бірдеңке болып қалдым, айтыңыз қанеки, сырыңызды бөлісіңіз деп едім, айтты дейді. Міне дейді. Кеше үйден шығып баратқан кезінде есіктің алдында бір кісілер тұрды. Мен оларға қатты мән берген жоқпын да, өзім шығып кете бердім. Сөйтсем, мана есік алдындағы жігіттер менің кеткенімді күтіп тұр екен, одан кейін біздің үйге кіріп, менің балам мен әйелімді бір бөлмеге қамап тастап, үйдегі ақшаны, сейфта тұрған ақшаны не істеп кеткен? Алып ұрлап ап кеткен. Былайша айтқан кезде үйге келіп тонап кеткен ғой, үйін бұрлап. Сол кезде айтады, сейфта $60,000 бар еді дейді. $60,000. Ол 2005 жылдары, 2000 жылдардың басы, ол уақытта ол қомақты қаржы кәдімгідей. Қазір $60,000 қатты бір үлкен ақша емес шығар, бірақ ол уақытта шынымен де үлкен ақша еді ол. Манағы Алматыда тұратын бизнесмен. Енді соны ақшаны ұрлап ап кетті, соны адал жолмен тапқан едім, соған не істеп жатырмын? Өз-өзіме келе алмай жүрмін дейді. Соншама адал термен жаңағы тапқан ақшаңды бір мезетте айырылып қалсаң да, мысалы, ауыр ғой ол. Мысалға, сіз білесіз бе, қандай адамдар мысалы компаниясы банкрот болып кеткен кезде не істейді? Асылы бөліп сөйтіп жатады негізінде. Бір мезетте бүкіл ақшасынан айырыла салады да. Оны шаруа емес. Енді мана кісі айтады, менің содан өңім қашып тұр дейді. Енді жаңа ұстаз айтады, мен не керек? Айттым, уағыз айттым, дүние ғой, келеді, кетеді, Алла сынап жатыр. Ол дүние сенікі емес еді әуел бастан. Бүкіл мүліктің иесі Алла Тағала еді. Сен көн, Аллаға қайтты ол мүлік, сен де қайтасың. Сен де Алланың мүлкісің. Сөйтіп, уағызымды айтып жібердім дейді. Сөйтіп, медресеге жаңағы не кеп тұрады, өте көп келіп тұрады. Араға күн салып келеді. Бірақ манағы жүзіңнен мұң кетпегенді. Не болды деп сұрасаң, манағы ақша ойымнан кетпейді. Не болды сұрасаң, манағы ақша ойымнан кетпейді. Бір ай өтеді, ана ақша ойдан кетпейді. Болды ғой, енді кетті ғой дүние десе, қалай мен оны деп таптым ғой деп санағы есінен кетпей жатыр да. Сөйтіп арада тағы бірнеше күн салып, уақыт өткеннен кейін медресеге бір күні келіп тұр дейді. Манағы жүзіндегі мұң, қайғы жоқ. Сол кезде келіп мен сұрадым дейді, не болды? Жүзіңнен алдындағы мұң кетіп қапты ғой десем, айтты дейді. Осы жақында біз туысымыз қайтыс болды. Сол кезде туысымызды қайтыс болған кезде қабірдің басына апара жаттық дейді барлығымыз. Қабірдің басына апара жатқан кезінде астына кім түсіреді деген мен айттым дейді, тоқтаңдаршы, түсірмей тұра тұрыңдаршы. Мен қабірдің астына ана лақапқа өзім кірейінші деп айтты дейді. Сөйтіп өзім кірдім дейді.
салмай тұра тұр, ішіне кірдім да жаттым да сөйтіп 2 минут ровно жаттым дейді да. Уақытына шейін жаттап алған ғой, 120 секунд былайша айтқан кезде. Сөйтіп ішінде жатып, манағы 2 минут атып шықтым, бүкіл есімнен шығып кетті дейді. Ешқандай дүние, тіршілік, мен түсіндім дейді, мені оралатын үйім, қара қабір, мені осы жер. Шынымен де мен мына жерде жатырмын. Маған не керек мына жерде? Дүние бірдеңе көмектесе ме? Көмектеспейді. Кішкентай ғана лақап бөлме, не бұрылайын десең дұрыс бұрыламайсың, тұрайын десең тұра алмайсың. Қараңғы, ашсаң да қараңғы көзіңді, жұмсаң да қараңғы. Не оң жоқ, не сол жоқ, алты жоқ, арты жоқ, күн жоқ, түн жоқ, тас қараңғы. Білмейсің. Сол шықтым дейді. Сол 2 минуттық уақыт қабірдің ішінде болған дейді. Бүкіл ұмыттыртқызып жіберді дейді. Сол үшін өлім адамның өміріне не алып келеді? Мән мағына алып келеді. Үлкен адамдар талас тартыса алмайтын ақиқат, шындық бұл. Адамдар бірақ не істегісі келеді? Ұмытқысы келеді. Өлім десең еді, не айтып отырсың? Той болсын деп айтсайшы. Той болсын десе, жақсы болсын десе, не болып кетті өлім. Жоқ. Оның орынсыз айта бермеу керек. Оның орынды айтылатын жерлері болады.